Шумерлер алғашқы адамзат өркениетін қалыптастырған алғашқы халық болған. Олар Месопотамияның оңтүстігінде, яғни Таяу Шығыстағы Тигр мен Ефрат өзендерінің аралығында өмір сүрді. Көптеген тарихшылардың пікірінше, Шумер қалалары мен қалашықтары біздің дәуірімізге дейінгі 5000 жылдары пайда болды. Месопотамия көшпенділері құнарлы жерге қоныс аударып, үлкен қалалар мен ауылдар құрып, отырықшылық дәстүрмен өмір сүре бастады. Ақырында бұл салынған қалалар Шумер өркениетіне айналды. Ғалымдар мен тарихшылар бұл жерді адамзаттың өркениет бесігі деп атайды. Шумер ауылдары ірі қалаларға айналған сайын олар қала мемлекеттер құра бастады. Бұл жерде қала билігі, қаланы және оның айналасындағы жерлерді басқару жүйесі қалыптасты. Бұл қала мемлекеттер бір-бірімен жиі шайқасты. Қорғаныс үшін олар өз қалаларының айналасына қабырғалар тұрғызды. Ауыл шаруашылық жерлері қабырғалардың сыртында болған, бірақ басқыншылар келген кезде адамдар қалаға қарай шегінетін болған. Шумерде көптеген қала мемлекеттері болды. Қуатты қала мемлекеттерінің қатарына Эриду, Баттибура, Шуруппак, Урук, Сиппар және Ур кірді. Эриду қалыптасқан ірі қалалардың алғашқысы және әлемдегі ең көне қалалардың бірі болған. Әр қала мемлекеттің өз билеушісі болды. Олар Люгал, Эн немесе Энси деп әртүрлі атаулармен аталып жүрді. Қазіргі тілмен айтқанда патша немесе көсем сияқты болды. Қаланың билеушісі көбінесе олардың діндерінің басты қызметкері болған. Бұл оған өз билігін нығайту үшін күш берген. Шумерлердің ең әйгілі патшасы Урук қаласының патшасы Гилгамеш болған. Ол әлемдегі ең көне әдеби шығармалардың бірі Гилгамеш эпосының тақырыбы болды. Әрбір қала мемлекеттерінің де өз құдайлары болған. Әр қаланың ортасында қала құдайына арналған зиггурат деп аталатын үлкен ғибадатхана болған. Зиггурат төбесі жалпақ баспалдақ пирамидасына ұқсаған. Бұл жерде діни қызметкерлер құрбандық шалу рәсімдері мен діни рәсімдерін орындайтын болған. Шумерлердің адамзатқа қосқан өнертабыстарының бірі олардың жазудың алғашқы формасын жасау, санау жүйесін жасау, алғашқы дөңгелек көлік құралдарын ойлап табуы және күн сәулесімен кептірілген кірпішті ойлап табуы және егіншілікке арналған суару жүйесін ойлап тапты. Бұның бәрі адамзат өркениетінің дамуы үшін маңызды болды. Сонымен қатар олар ғылымға, соның ішінде астрономияға, ай мен жұлдыздың қозғалысына қызығушылық танытты. Олардың санау жүйесі 60 санына негізделді, ал біздікі 10 санына негізделген. Олар мұны 1 сағатта 60 минут және шеңбер бойынша 360 градусты ойлап тапқанда қолданды. Біз бұл бөлімдерді бүгінде қолданамыз. Шумер мемлекеті біздің заманымыздан бұрынғы 2500 жылдар шамасында Аккад мемлекетінің басқыншылық салдарынан тарих сахнасынан бір жолата кетті. Достар, егер менің осы видеом ұнаған болса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Сержан ТВ арнасы.